Ләйлиге ғашық болған Мәжнүннің махаббат үшін көрмеген қиындығы қалмаған шығар. Ол ғашығы үшін тау асып, тасқа жығылып, түн баласы көз ілмей күндіз соны ойлап, қиялдап күлкіден айырылып жүргенде бір күн ауырып қалыпты. Содан Мәжнүнді қарап тексерген тәуіп емші қан шығару керек деген екен. Ол заманда сол бір ем кең тараған қолданылған сияқты. Содан тәуіп тамырын тіліп қан шығармақшы болғанда Мәжнүн бас тартыпты. Тәуіп: Мәжнүн, сен сүйгеніңді аңсап талай азап көрдің, талай тау, тасты, орман, тоғайды жалғыз араладың. Сонда ештеңеден қорықпағанда, енді бір кішкене тәніңді тілгеннен қорыққаның қалай деп сұраған екен. Сонда Мәжнүн: білесіз бе, мен ештеңеден қорықпаймын. Алайда менің тұла бойым Ләйлиге деген сезімге, сағынышқа, махаббатқа толы. Ол екеуміздің жанымыз екі жақта болғанымен, ғашықтық азабын тартсақ та, санамыз бір. Ләйли екеуміздің тәніміз бөлек болса да, жанымыз бір. Сіз өзіңіздің ұстарыңызбен менің қан тамырымдағы Ләйлінің жанын ауыртып аласыз ба деп қорқам деген екен. Бұл хикая Ләйли мен Мәжнүннің махаббатының қадір қасиетін, шынайы сезім, ұлы сезім екенін дәлелдейтіндей. Осындай ұлы сезімді сыйлап және бағалай білейік.